Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бұл видеода слайдқа қалай аудио және видео қоюға болатыны туралы айтамыз. Егер де интернеттің нашарлығына байланысты ашық сабағыңызда интернет сілтемелерін, онлайн сервистерді қолдана алмасаңыз, онда слайдыңызды осылай аудио және видеомен әрлесеңіз болады. Алдымен қысқаша түрде мынадай мысал ретінде слайд жасап алдым. Маған осы слайдтың 3-ші бетіне аудио қою керек. Аудионы да өзіме қажетті сөздерден құрастырып, текстті аудиоға айналдыру арқылы дайындап алдым. Экранның жоғарғы сол жағында вставка батырмасын басып, оң жақтағы звук батырмасын басамыз. Звукты басқан соң это устройствоны таңдаймыз және оның ішінен өзіңіз алдын ала дайындаған аудионы таңдап қоямыз. Мамандық туралы нақыл сөздер. Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз. Мамандықты дұрыс таңдау ол өмір жолының сәттілігінің негізі. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады. Себебі ол қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде сыңар жақ азамат болады. Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ оның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жол емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Мамандық туралы нақыл сөздерді Наракит сайты арқылы аудиоға айналдырып алдым. Бұл туралы толық білгіңіз келсе, комментарийға Наракит деп жазып кетіңіз. Ал келесі 5-ші слайдқа мен видео салуым керек. Ол үшін тағы да вставка батырмасын басамыз. Оның ішінде видео, это устройство. Сосын өзіңіз дайындап қойған видеоны басасыз. Видеоның көлемін өзіңіз қалағанша өзгертіп ала бересіз. Сәлем балақай. Біз бүгін мамандықтармен танысамыз. Мейрамханада қылмыскерлерді ұстайды. Слайд-шоуды басып, экранға толық шығарып көрсетсеңіз де болады. Бұл адамның Мінекей слайдқа осылай аудио және видеоларды қоюға болады. Аудио және видеоларды тек қана мәлімет ретінде салу қажет емес, мысалы сұрақтар ретінде, тапсырмалар ретінде аудио-видео салсаңыз да болады. Бұдан бөлек переходтар, анимациялар қосатын болсаңыз, слайдыңыз нағыз ашық сабақтың слайды болады. Назарларыңызға рахмет, ал келесі видеода дәл осы слайдты қалай цифрлық кітапшаға, яғни флипбукқа айналдыруға болатыны туралы көрсетемін. Флипбук туралы видеоны өткізіп алмау үшін қоңырауша басып қойыңыз. Егер де ақпарат сізге ұнаса, сізден лайк, комментарий және подписка күтемін.